Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 2-18 сабақтың А тобына байланысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Ең алдымен 597-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай: таза периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырыңдар. Сабақта түсіндіру барысында мына нәрсені айтқан болатынбыз. Сіздер бұл нәрсені жатқа бөлу қажетсіздер. Яғни 9-дан 1 тең болады 0 периодта 1-ге. 99-да 1 0 периодта 0,1, сол сияқты 999-да 1 0 периодта 0,1-ге тең болады деген өрнектерді қолданып, таза периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырайық. Аралас болған кезде кішкене күрделі болады. Таза периодты болған кезде сіздер өте жақсы білесіздер, біз мысал ретінде қарастырған болатынбыз. Ең алдымен 0 периодта 4-ті 0 периодта 1 түріне түрлендіріп алайық. Демек, мұны түрлендіру үшін 4 көбейтілген 0 периодта 1 деп жазуға болады. Бұларды көбейтсек 0 периодта 4 қайтып шығады. Сонда 0 периодта 1 деген 9-дан 1-ге тең. Оның орнына 9-дан 1-ді қойып жазатын болсақ, көбейтуді орындаймыз, 9-дан 4 шығады. 4-ті 9-ға бөліп көрсеңіздер, 0 периодта 4 шығады, оны өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Ал енді, төртінші есеп. Төртінші есепте 0 периодта 217 берілген. Демек, біз бұны 0 периодта 0,1-ге келтіріп алуымыз қажет. Тура жоғарыдағы мысал сияқты, тек қана сан мәні басқаша. Яғни 217-ні көбейтеміз 0 периодта 0,01-ге. Сонда 0 периодта 217 шығады. 217-ның өзін жазамыз. 0 периодта 0,01-ге 999-да 1-ді жазуға болады орнына. Көбейтуді орындайтын болсақ, 999-дан 217 деген сан шығады. Бөлетін болсаңыздар, бастапқы периодтағы санымыз қайтып шығады. Ал енді аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке түрлендіруді қарастырайық. Яғни 598-ші жаттығу. Сабақ түсіндіру барысында аралас бөлшекті периодты бөлшекті жай бөлшекке түрлендіруді қарастырған жоқпыз. Сол себепті қазір мұқият тыңдаңыздар. Аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру үшін ең алдымен бөлшек сызығын сызып аламыз, және бөлшектің алымына ең алдымен өтірден кейінгі тұрған сандардың барлығын жазып шығамыз. Рет-ретімен. Яғни бізде өтірде 53 деген санды өтірден кейін жазып шығамыз. Сосын бұл саннан өтір мен периодтың арасында тұрған санды азайтып тастаймыз. Мысалы, өтір мен периодтың арасында бізде 5 деген сан тұр. Бөлшектің алымы осымен бітті. Тағы да қайталаймын. Ең алдымен өтірден кейінгі сандарды жазып аламыз. Бізде өтірден кейін 5 және 3 деген сан тұр, сол себепті 53 деп жазып алдым. Сосын өтір мен периодтың арасында тұрған санды біз жазған жалпы саннан азайтып тастаймыз. Енді бөлшектің алымы түсінікті болатын болса, енді бөліміне келейік. Бөлімінде ең алдымен периодтың ішінде қанша цифр тұрса, сонша 9 жазамыз. Бізде бір ғана цифр тұр, сол себепті бір ғана 9 жазамыз. Және өтір мен периодтың арасында қанша цифр бар, сонша 0 жазамыз. Бұл жерде бір ғана цифр, яғни бір ғана таңба, сол себепті бір ғана 0 жазамыз. Енді 53-тен 5 азайтатын болсақ, онда 48 болады. Сонда 48 бөлінген 90 деп жазуға болады. Сіздер бұл жауапты баған түрінде бөліп, немесе микрокалькулятордың көмегімен өздеріңіз тексеріп көре аласыздар. Енді түсінікті болу үшін екінші есепті тура солай жай темппен түсіндіремін. Тағы да мұқият тыңдаңыздар. Бірінші айтқаннан түсініксіз болатын болса. Аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру үшін ең алдымен өтірден кейінгі тұрған сандардың барлығын бөлшектің алымына жазып аламыз. Бізде 2316 деген сан тұр, егер барлығын рет-ретімен жазатын болсақ. Одан соң өтір мен периодтың арасындағы санды біз жазған саннан азайтып тастаймыз. Бізде өтір мен периодтың арасында 23 деген сан тұр. Енді бөлшектің алымы осымен бітті. Бөліміне ең алдымен периодта қанша цифр тұрса, яғни қанша таңбалы сан тұрса, сонша 9 жазамыз. Бізде 2 цифр жазылған, сол себепті 2 9 жазамыз. Ал өтір мен периодтың арасында қанша цифр бар, сонша 0 жазамыз. Бізде 2 цифр бар. Егер 3 цифр болған кезде 3 0 жазатын едік. 2 цифр бар, сол себепті 2 0 жазамыз. Енді бөлшектің алымында азайтуды орындайтын болсақ, яғни 2316-дан 23-ті азайтатын болсақ, 2293 шығады. 2293-ті 9900-ға бөлсек,
0,123 периодында 16 шығады. Оны сіздер өздеріңіз тексеріп көре аласыздар. Аралас периодта ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді тура осы мысалдардың негізінде қалған есептерді шығарыңыздар.